Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте дәмді, пайдалы киш пирогын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Ішіне қаймағымызды, жұмсарған сары майымызды саламыз. 1 шай қасық содамызды 100 грамм айранға араластырып қасиет етіп аламыз осылай. Оны да ыдысымызға құямыз. Алдын ала ұнымызды өлшеп аламыз. Сита арқылы өткізіп, барлығын ыдысқа саламыз. Өте жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз осындай болу керек. Бұл қамырымызды пакетке салып, холодильникке кемінде 1 сағатқа қойып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін 1 пияз бен тауықты, өлшенген тауығымызды қуырып аламыз, жарым жартылай. Қайнап тұрған суға брокколимізді салып, 2-3 минут пісіріп аламыз. Рецептте көрсетілген барлық ингредиенттерді бір ыдысқа салып араластырамыз. Тауықты, брокколимізді, жүгерімізді, маринадтағы қозқұйрығымызды, черри қызанақтарын, кез келген твердый сырымызды барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай смесь болу керек бізде. Біздің салмамыз дайын. Енді құймасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға қаймағымызды, 3 жұмыртқамызды және де 1 қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Құймамыз дайын. Енді пирогымызды жинаймыз. Қамырымызды форма бойынша жайып аламыз. Қамырымыз өте икемді болады. Жетпей қалған жерлерін қолмен созып жеткіземіз. Формам 25-30 см. Ішіне салмасын салып, бір қалыпты қылып жайып аламыз. Құймамыздың барлығын осылай құйып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз.
Міне біздің өте сіңімді пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма подписка жасап, уведомление қосуды ұмытпаңыздар. Қазір осы торт пирогымызды кесіп көреміз. Осылай әдемі болып шығады. Түскі асқа, кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Өте ерекше дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Маржан. Астарыңыз дәмді болсын.